Сәлем достар, бүгін біз табиғаттың нағыз қазынасы шөл даланың төзімді өсімдігі жантақ туралы сөз қозғаймыз. Көпшілігіміз оны жай ғана түйенің азығы немесе тікенек деп ойлаймыз. Бірақ білсеңіз, бабаларымыздың жантақты 1001 дертке дауа деп бекер айтпаған. Оның құрамында қандай ерекшелік заттар бар және оның қалай қолдану керек, видеоның соңына дейін қараңыз. Бүгінгі ақпарат денсаулығыңыз үшін таптырмас көмекші болады. Жантақтың химиялық құрамы: жантақ табиғи антисептик және қабынуға қарсы күресуші. Оның құрамында флавоноидтар ағзаны ерте қартаюдан қорғап, жасушаларды жаңартады. Илік заттар асқазан ішек жолдарының жұмысын реттейді. С және В тобының витаминдері иммунитетті нығайтады. Эфир майлары мен органикалық қышқылдар бактериялармен күресуге көмектеседі. Ағзаға негізгі әсері мен емдік қасиеттері: жантақ өзінің мынандай қасиеттерімен танымал. Асқазан ішек жолдарын тазарту, гастрит, колит және іш өту кезінде таптырмас құрал. Ол асқазанның шырышты қабатын қабынудан қорғайды. Бүйрек пен бауырдың досы. Жантақ қайнатпасы несеп айдаушы әсерге ие. Бүйректегі құмды шығаруға және бауырды токсиндерден тазалауға көмектеседі. Иммунитет көзі: суық тигенде, тұмауратқанда немесе тамақ ауырғанда шай ретінде ішсе, ағзаның қорғаныш қабілетін арттырады. Сыртқа қолдану барысында жантақ қайнатпасымен жараларды жууға, ауыз қуысын шаюға, стоматологиялық ауруларды болдыртпайды. Таптырмас ем болады. Ол бактерияларды тез жояды. Қалай қолдану керек? 1 шай қасық кептірілген жантақты 1 стақан қайнаған суға салып 15-20 минутқа тоңдырып қойыңыз. Күніне 3 рет тамақтанудан 30 минут бұрын ішу ұсынылады. Компресс немесе жараларды жуу кезінде жантақтың қоюланған қайнатпасын дайындап, мақта немесе дәке арқылы теріңізді, іріңді жараларды, экземаларға жағыңыз. Кез келген шөптің емдік қасиеттерімен қатар қарсы көрсеткіштері де болуы мүмкін. Жүкті балалар, емізетін әйелдер, дәрігерлер бұған кеңес бермейді. Жеке аллергиялық реакциялар болуы мүмкін. Бүйрек ауруларына асқынған кезде мұқият болған жөн. Міне, қарапайым жантақтың осындай ғажайып қасиеттері бар. Сіз жантақты емдеп қасиетін қолданып көрдіңіз бе? Пікір бөліміне өз ойыңызды бөлісе кетіңіз. Егер видео пайдалы болса, лайк басып, достарыңызға жіберіп, жазылуды ұмытпаңыздар. Жантақтың асқазан ішек жолдарына әсері: жантақтың құрамындағы илік заттар, таниндер және флавоноидтар оның негізгі емшісі болып табылады. Қабынуға қарсы әсер: асқазан мен ішектің шырышты қабығы қабынған кезде, яғни гастрит, колит, жаралар пайда болған кезде, жантақ қайнатпасы оны сырттай қаптап қабынуды басады, ал бактерияларды көбеюіне жол бермейді. Табиғи антисептикалық қызметті атқарады. Іштің түйілі спазм болған кезде, бұл әсіресе іштің кебуі немесе түйілуі аурулары кезінде бұлшық еттерді босаңсытып, ауырсынуды басуға көмектеседі. Асқазанда немесе 12 елі ішекте кішігірім ойық жаралар болса, жантақ оларды тезірек жазылуына ықпал етеді. Бүйрек және несеп жолдарының жүйесіне әсер етеді. Бұл жантақтың ең жиі қолданылатын тұсы. Несеп айдайтын қасиетке ие. Жантақ бүйректегі сүзу процесін жақсартып, артық сұйықтықты шығарады. Бүйректегі майда құмдарды шаюға көмектеседі. Алайда маңызды ескертетін: егер тастары үлкейген болса, кез келген шөпті мұқият қолданған абзал. Бауыр мен өт жолдарында, әсіресе өт айдау, жантақ өттің сұйылуына және оның өт жолдарын арқылы кедергісіз өтуіне көмектеседі. Бұл өттің тоқырауына, яғни застойдың алдын алады. Бауыр ағзаларының сүзгісі жақсарады. Жантақ бауыр жасушаларының жұмысын жеңілдетіп, токсиндерді шығаруға жәрдемдеседі. Иммунитет және зат алмасу: антисептикалық қорғаныс құрамындағы флавоноидтар ағзадағы бос радикалдармен күреседі. Бұл жасушаларды ерте қартаюдан
тежейді және иммунитетті нығайтады. Жантақ тамыр қабырғаларын нығайтып, олардың иілгіштігін сақтауға көмектеседі. Жантақтың ерекшелігі ол тек бір мүшені емдеп қана қоймайды, ол ағзаның табиғи тазарту механизмін іске қосады. Видео пайдалы болды деген сенімдемін. Менің арнамды жоғалтып алмау үшін тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ауырмаңыздар, ем болсын.